Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 3-ші сабақ монолог және диалог тақырыбын өтеміз. Балалар, сендерге алдымен монолог және диалог дегеніміз не екендігін түсіндіріп берейін. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуін диалог деп аталады. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуін біз монолог деп атаймыз. Жақсы балалар, олай болса 9-шы жаттығуға қарайық. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз балақай. Алақай. Кел, ағаш жарамыз балақай. Әй атай. Авторы Қадыр Мырза Әли. Балалар, өлеңдегі кейіпкерлерді анықтайық. Олардың саны неше екендігін анықтайық. Дұрыс айтасыңдар. Өлеңде ата және бала қай бар екенде, сонда екеу екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 10-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Өлеңнің тақырыбы: мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін. Беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын. Сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске асар ойға алған арманың. Авторы Оразақын Асқар. Балалар, өлең не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Өлең қазақ тілі туралы айтылған, Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Себебі қазақ тілін білсеңдер, әр қашанда достарың көп болады, Және де әр қашанда ойға алған армандарың бәрі орындалады. Сондықтан да қазақ тілін үйреніңдер делінген екен, бұл өлеңде. Ал енді балалар, бұл өлең монологқа жата ма, әлде диалогқа жата ма? Дұрыс айтасыңдар. Монологқа жатады екен, Балалар, енді осы өлеңнің алғашқы шумағын дәптерімізге көркем етіп, әдемі етіп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, 11-ші жаттығуға қарайық. 11-ші жаттығу. Мысалды оқы. Балалар, суреттен нені көріп тұрмыз? Үстел мен орындықты көріп тұрмыз. Балалар, олай болса мысалды оқиық. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады, деді үстел. Мен болмасам, жаныңа адам жоламас еді, деді орындық. Балалар, бұл мысал диалог па, әлде монолог пе? Дұрыс айтасыңдар. Диалог. Себебі бұл жерде үстел мен орындық сөйлесіп тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар, 12-ші жаттығуға қарайық. 12-ші жаттығу. Диалогты толықтырып, көшіріп жаз. Амансыз ба, әже? Аманбыз, балам. Қалыңыз қалай, әже? Жақсымын, балам. Олай болатын болса, осы диалогты дәптерімізге көшіріп жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, енді парталасымен бірге ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын құрастырып көріңдер. Жақсы, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.